Армысыз ардақты көрермен, Ертіс телеарнасының тікелей эфирінде Ертіс информ жаңалықтар топтамасы студияда Назерке Қанағат. Алдымен бүгінгі күннің басты оқиғасымен таныс болыңыздар. Павлодарлық мектеп оқушылары мен студенттер жол жүру ақысында 50% жеңілдікке ие болды. Осыған орай Павлодар қаласының әкімдігі мен Павлодар облыстық транспортшылар одағы ассоциациясы арасында ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Сотты да сот орындаушысында мазалай бермей, бірден кәсіпорын басшысына тікелей барып, неге шара қолданбасқа? Қажет болған жағдайда оның өзінде еңбекақыдан шектеп, Қазақстан Республикасы аумағынан шығуына тыйым салуға болмай ма? Осылай деген аймақ басшысы Болат Бақауов еңбекақыларын ала алмай жүрген жұмысшылардың ісіне қол қусырып қарап отырған басшыларды сын тезіне салды. Павлодарлық спортшы Станислав Базилевич Индонезияның Джакарта қаласында каратэ кюкушинкайдан өткен әлем кубогында топ жарып, алтын медальға ие болды. Көк туымызды көкке желбіретіп, елге абыроймен оралған спортшымыз жайлы алдағы сюжетте бірер минуттан соң. Мемлекет басшысы қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақовты қабылдады. Ведомство басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа қарулы күштердің қазіргі жағдайы мен министрлік алдына қойылған жоспардың іске асырылу барысын баяндады. Президент әскерилерге әлеуметтік қолдау көрсету мәселесіне тоқталып, осы бағыттағы жұмыстарды қарқынды жүзеге асыруға назар аударды. Сәкен Жасұзақов қарулы күштер қызметкерлерінің еңбек ақысын өсіру жөнінде шешім қабылданған үшін мемлекет басшысына көптің алғысын жеткізді. Сондай-ақ кездесуде әскерилердің баспаналарына қатысты әңгіме қозғалды. Нұрсұлтан Назарбаев министрге нақты тапсырмалар жүктеді. Жоғары бұл бұршымызда сізді қарулы күштеріне көп рахмет. Қазір қаражатты алып, солдат пен офицер, сержанттар барлығы довольны. Все выражают огромную благодарность, признательность в этом плане. Ну и сізге көп рахмет, что тұрғаныңызға. Классқа да көтерілді, жалпы жалақысы 25%-ке көтерілді. Әскерге деген қамқорлық әр уақытта солай бола береді. Ол жағынан қазір көбісі шешті өзінің кейбір проблемалар. Экономист, финансовый жағынан прям довольны люди, честно говоря. Қазір заңды күтіп отыр по жилью. Думаю, вопрос решен, закрыт. Бұл жерде не шешіледі заңда? Когда я докладывал, касается вопрос, что каждому будет выплачиваться за арендное жилье, и плюс он будет как бы государственно-частное партнерство или же стройбанк. То есть теперь не будут ждать, пока он пенсию дойдет. Дұрыс болады, да, прям все поддерживают. Арендное жилье постепенно төлегеннен кейін өзінің үйі болады. Үйі болады, бір екі-үш жылдың ішінде көбісі уже пәтер алады. Қайта-қайта беріп, оның біреу кеткеннен біреуіне беріп, сөйтіп жүргенше түбегейлі шешу керек. Дін қызметі туралы заң жобасынан міндетті екпе алу туралы норма алып тасталды. Бұл туралы бүгін аталған заң жобасын талқылауға арналған жиында құзырлы министрлік өкілдері хабарлады. Заң жобасы о баста әзірленгенде азаматтардың екпе алуға міндеттеу туралы норма кіргізілген болатын. Тіпті екпе алудан бас тартқан азаматтарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу да ұсынылған. Алайда бұл бап талқылау кезінде алып тасталған. Арнайы сауалнамаға қатысқандардың 45% жеке себептерге байланысты екпеден бас тартса, 40%-тен астамы діни көзқарастарына байланысты екпе алғысы келмейді. Діни көзқарасқа байланысты екпеден бас тартатындар әсіресе еліміздің батыс өңірінде көп екен. Дегенмен бұл дін қызметі туралы заңмен болмаса да, өзге де құқықтық құжаттармен алдағы уақытта реттелетін болады. Біз оны қоғамдық талқылауға салдық. Осы саладағы азаматтарымыздың, сарапшыларымыздың, мамандарымыздың пікірлерін тыңдадық. Сол талқылаудың нәтижесі қазіргі кезде біздің қоғамның бұл екпені міндеттеу әзірге ерте екенін көрсетті, оған халықтың дайын емес екенін көрсетті. Қоғамның сондықтан біз оны алып тастадық. Хабарымызды өңір жаңалықтармен жалғастырамыз. Еңбек заңнамасы еңбек қауіпсіздігін сақтау, жалақы мен еңбек ақыны уақытында төлеу бойынша қатаң ұстаным болуы тиіс. Бұл мәселе Павлодар облыстық әкімдігінің кезекті отырысында қаралды. Павлодар Ертіс өңірі Қазақстанның ең индустриалды дамыған өңірлерінің бірі. Бірақ бұл өнеркәсіптік жарақаттардың жоғары деңгейі болу керек дегенді білдірмейді. Еңбек әкімшілігінің өкілдері, егер қажет болса, күні-түні уақыттарын кәсіпорын маңатында өткізсе де, проблемалық жағдайлардың туындамауына мейлінше алаңдауы керек. Әрине, үлкен жауапкершілікті олардың бірінші басшылары мойындарын алып, толық жауапты болуын қамтамасыз ету керек деп атап өтті аймақ басшысы. Мы несколько лет уже
Біз бірнеше жылдан бері айтып келеміз. Біздің өңір өндірістік аймақ екені белгілі. Бірақ жарақаттану жағдайларының жиі орын алатындығын соған жауап береміз бе? Керісінше ондай жағдайда аса сақтық пен ұқыптылық болуы қажет. Еңбек басқармасы сондай-ақ жалақы бойынша берешекті қадағалайды. Бұл мәселеде өңірімізде жағдай мәз емес деуге болады. Көптеген жұмысшылар жалақымен қамтылуы кезінде өз тараптарынан наразылық мәлімдемесін жасай алмайды. Оның ішінде студенттер қауымы да бар. Бүгінде олар студенттерге тегін көмек көрсететін университеттермен меморандумға қол қойылғанына үміттенеді. Дегенмен аймақ басшысы әркім өз міндеттерін орындауы керек деп есептейді және соны басқарма басшыларынан талап етеді. Не надо беспокоить суды исполнители. Сотты да сот орындаушысын да мазалай бермей, бірден кәсіпорын басшысына тікелей барып, неге шара қолданбасқа? Қажет болған жағдайда оның өзіне еңбек ақыдан шектетіп, Қазақстан Республикасының аумағынан шығуға тыйым салуға болмай ма? Мынандай түрмен әлі де қаншама жүгеністікке жол беріп қарап отырмақсыздар. Қатаң тәртіп бар жерде жарақаттану жағдайлары да еңбектік қарыздарды азаяр еді. Жалпы еңбектік қарыздан 33 миллион теңгені көріп отырмыз. Облыс әкімі атап өткендей, жалақы бойынша қарыздар болмау керек және жыл соңында қаражат көздерінің бәрі де дұрыс игерілуі қажет. Бұл тек еңбек басқармасына ғана емес, басқа да салаларға қатысты екендігі ескертілді. Конечно, подать в суд, отписаться или кому-то позвонить. Әрине сотқа жүгіну, телефон арқылы хабарласа салумен жұмыс бітпейді. Басшысына мысалы 500 мың теңге түк емес шығар. Бірақ оның соңында жүрген жұмысшы үшін бұл үлкен қаражат. Екібастұз әкімі ұзаққа созылған жергілікті кәсіпорын жағдайын түсіндіріп өтті. Первый порядка 30 вагонов. Бүгінгі таңда 30 вагон жинаулы тұр. Кәсіпорында 200 адам жұмыс істейді. Штатқа әлі жұмысшылар тартылуда. Еңбек ақыға байланысты қарыздар жоқ. Кездесуде әлеуметтік медициналық сақтандыру саласына байланысты да көптеген шағымдарға қатысты сауалдар төңірегінде мәселелер қозғалды. Еңбек бөлімі басшысының айтуынша, жалақы төлену мәселесімен ол өз басы Черноярка елді мекеніне арнайы барған. Мәжіліс барысында Болат Бақауов өндіріс фактілері бойынша жұмыс берушілердің жауапкершілігін күшейту керектігін, 1 желтоқсанға дейін жалақы бойынша берешек өтелу қажет екендігін және банкроттық кәсіпорындар жалақыларының қарыздарын қадағалауды тапсырды. Әсел Жақсыбай, Досымбек Тоқай, Ертіс Информ. Облыстық әкімдікте өткен кеңесте тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қатысты проблемалық сұрақтар мен 2018-2019 жылдарға арналған құрылыс нысандарының жобалау сметалық құжаты қарастырылды. Бұдан бөлек жиын барысында Павлодар облысындағы тозығы жеткен барлық жолдарды жөндеуге бірегей мүмкіндік туып отырғаны белгілі болды. Жиын барысында облыс әкімі Ақсу қаласында жаңадан салынып жатқан жылу қазандығын 1 жылға сенімгерлік басқаруға беруді ұсынды. Естеріңізге сала кетейік, қазандық құрылысына 11 миллиард теңге бөлінген болатын. Ал құрылыс басқармасының мәліметінше 2017 жылы бөлінген 29 миллиард теңге қаржының бүгінде 95% игерілген. Бұл ретте жобалардың бірі Ақтоғай ауданы Жолболды ауылындағы орталықтандырылған су құбыры жүйесі 20 желтоқсанға дейін тапсырылмақ. Основные все работы закончены. У нас вообще проект 17 с окончанием в 2018 году. Теперь мы с подрядчиками посоветовались, решили завершать все-таки в марте следующего года, потому что мы запускать будем весной по теплу. И чтобы он у нас в зависшем состоянии оказался в зимний период. У нас там часть денег останется, там благоустройство есть и так далее. Мы его до 1 апреля. Аймақ басшысы Болат Бақауов Мойылды ауылындағы спорттық сауықтыру кешені құрылысына жұмсалатын 215 миллион теңге тым көп екенін айтып, аталмыш жобаға кететін қаржыны қайта қарастыруды тапсырды. Себебі салыстырмалы түрде алсақ, еліміздің басқа өңірлеріндегі дәл осындай объектілерге біршама аз қаражат жұмсалатын көрінеді. По Западно-Казахстанской области за 140 миллионов тенге. Разница небо и земля. Там лучше гораздо. Надо посмотреть, что строим и за какие деньги тоже. Нұржан Кемеш, тоже посмотрите. Сондай-ақ аппараттық жиында құрылыс басқармасының басшысы Рүстем Раисов Сарыарқа шағын аудандағы тұрғын үй құрылысы жұмыстары әрі қарай жалғасатынын, ал Достық шағын аудандағы құрылыс жұмыстары жақын арада бастау алатынын мәлімдеді. Здесь мы до конца года определим подрядчика и максимально тоже будем отрабатывать разработку ПСД. В настоящее время проводится также разработка ПСД по микрорайону ИЖС аэропорта. Там на 120 участков. До конца года нам необходимо завершить, в связи с тем, что револьверные деньги, которые вернутся с домов 5, 4 и 8, мы хотели использовать вот на начало строительства данных домов. По ИКИ сейчас основной это проект по подведению теплоснабжения первых 7 кварталов микрорайона Сарыарка, без данного проекта мы не сможем запустить на следующий год. Вот, которые дома, 6 домов, которые мы начали строить в текущем году.
Ішкі жолдарды жөндеуге қатысты сұрақтарды қарастырған аймақ басшысы Жилейдин ауданындағы 1 шақырым жолды жөндеуге 34 миллион теңге жұмсалғанын анықтады. Алайда республикалық маңызы бар жолдарды қайта өңдеу әдісі бойынша алып қарасақ, 1 шақырым жолға 30 миллион теңге қаржы жұмсалуы тиіс. Сондай-ақ Болат Бақауов республикалық Тереңкөл-Михайловка бағытындағы жолдың жобалау сметалық құжатын тез арада әзірлеуді тапсырды. У нас уникальная возможность в Павлодаре за 3 года привести все дороги 100% в порядок. У нас уже свыше 70%. Астана, Павлодар на следующий год закончится. Павлодар, Семей тоже до 2019 года закончится. Все остальные дороги есть. Но в Успенскую сторону мы тоже начнем ресайклингом делать. У нас уникальная возможность. Поэтому здесь вот, Ермолат Сапарбекович, надо взяться и отработать. Жиын соңында аймақ басшысы кез келген жобада жобалау сметалық құжатын дұрыс қарастыру маңызды екендігін баса айтты. Бұл мақсатта қала мен аудан әкімдері, мердігерлер мен құрылысшылар атқарылып жатқан және атқарылуға тиіс жұмыстарды үнемі жіті назарда ұстаулары тиіс. Назерке Қанағат, Мұрат Әбілмәжит және Досымбек Тоқай, Ертіс Информ. Павлодарлық барлық мектеп оқушылары мен студенттер жол жүру уақытында жеңілдіктерге ие болды. Осыған орай Павлодар қаласының әкімдігі мен Павлодар облыстық транспортшылар одағы ассоциациясы арасында ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Меморандум мазмұнына сәйкес, енді Павлодар қаласындағы барлық күндізгі оқу бөліміндегі студенттер мен оқушылар жол ақысының 50%-ін төлейді. Ал ата-анасынан айырылған оқушылар мен студенттер және бірінші, екінші топтағы мүгедектер қоғамдық көліктерде тегін жүреді. Павлодар облысының әкімдігінде жастар комитетінің төрағасы мен облыстық жастар кеңесінің мүшелері жиналды. Павлодар қаласының әкімі Нұржан Әшімбетов пен Павлодар облыстық транспортшылар одағы ассоциациясының президенті Василий Рудаков меморандумға қол қойды. Аймақ әкімі бұны тарихи сәт деп атап өтті. Өйткені бұрынғы жеңілдіктер оқушылар мен студенттерді толығымен қамтымаған болатын. Ал ата-анасынан айырылған және асыраушысы жоқ оқушылар мен студенттер 16 жасқа дейін ғана тегін жүру құқығына ие болған еді. Біз бүгін техникалық орта және кәсіби жоғары оқу орындарын күндізгі оқу бөлімі студенттерге қалалық қоғамдық көлікте, автобуспен, трамвайда жеңілдікпен және тегін санаттар бойынша жол жүрудің барлық жолдарын қарастырып, оның шешімін таптық. Бұл біздің сіздермен бірге бірлескен жұмыстардың нәтижесінде жүзеге асып отыр. Енді күндізгі оқу бөліміндегі барлық курстағы студенттер мен мектептер, колледж және лицейдегі білім алушылар үшін жол жүру билетінің ақысы 4400 теңге. Бұл жалпы бағаның 50%. Бұл жеңілдіктерді транспортшылар одағы өз мойындарына алып отыр. Все мы были студентами и знаем, что Біз бәрімізде студент болдық. Студенттерге не қажет екендігін, не нәрседен қиналатындығын бәріміз білеміз. Сондықтан жол ақысындағы осы 50%-тік жеңілдіктің оларға көмегі көп болады деген ойдамын. Студенттік өмірдің оңай соқпайтын тұсы да осы ақша жағы. Айына бір рет алатын стипендияға олар көптеген нәрселер жасаулар қажет. Оқудағы керек жарақтарды қоспағанда қала ішіндегі әрлі-берлі жүрістің өзі оларға оңай соқпайтын. Бүгінгі қабылданған меморандум бұл бізге кішкене болсын үнем болады деп есептеймін. Себебі сол жерден үнемделген ақша ертең біздің қажетімізге жұмсалады. Меморандум бойынша ата-ананың қамқорлығынсыз қалған студенттер мен бірінші, екінші топтағы мүгедек студенттер, сондай-ақ аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан студенттер қоғамдық көліктерде тегін жүру құқығына ие. Бұл жеңілдіктер 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске асатын болады. Жанасыл Серікбол, Сәбина Рахымбай, Қанат Ахметжанов, Ертіс Информ. Нұр Отан партиясының Павлодар облыстық филиалы мен жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасы бірлескен меморандумға қол қойды. Екі жақты келісім бойынша құзырлы мекемелер тұрғындарға жеке сот орындаушылар туралы ақпарат беріп, олардың жұмыстары туралы толыққанды мағлұмат береді. Елімізде жеке сот орындаушылар ісі 2011 жылы қолға алынған болатын. Биылғы жылдан бастап олар толығымен бұл жүйеге көшті. Қазіргі күнде аймағымызда 76 жеке сот орындаушысы қызмет атқарады. Олардың қарауында 80 мыңнан астам іс болса, биыл соның 180 мыңға қаралған. Қазірде бұл істердің басым көпшілігі аяқталды. Осы орайда жеке сот орындаушылардың өңірлік палатасы Нұр Отан партиясының Павлодар облыстық филиалымен бірлескен меморандумға қол қойды. Келісім бойынша олар халыққа құқықтық көмек көрсетіп, тұрғындардың кейбір күрделі мәселелерін шешуге қол ұшын созбақ. Оның ішінде көпшілікті алаңдатқан алимент төлеу ісі де қарастырылатын болады. Алимент бойынша енді алимент қазір таңда 1000-нан жоғары алименттер проблемный деп саналады. То есть ішіндегі 400-ден жуығы борышкерлер іздестіруде. Көп халық білмейді.
қандай атқару парағын орындалу бойынша сұрақтары туындалып жатыр. Сол себептен бізде бүгіннен бастап Нұр Отанмен қазір партиясымен меморандум қол қойылған себебінен әр райондарымыз бар, Ақсу қаласы, Екібастұз қалаларына біз басшылары, жеке сот орындаушы басшылармен шығамыз. Павлодарлық спортшы Станислав Базилевич Индонезияның Джакарта қаласында каратэ киокушинкайдан өткен әлем кубогында топ жарып, алтын медальға ие болды. Көк туымызды көкке желбіретіп, елге абыроймен оралған спортшымыз жайлы алдағы сюжетте. 25 жасар Станислав Базилевич каратэ киокушинкай спортына алғаш 9 жасында келген. Содан бері қатысқан додаларының барлығынан дерлік олжалы оралып жүр. Бұл жолы әлемнің әр түкпірінен жиналған мықтылар арасында, яғни Индонезияның Джакарта қаласында Қазақстан құрамасында өнер көрсетіп, туымызды көкке желбіретіп қайтты. Осылайша 70 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен павлодарлық спортшы 3 кездесу өткізіп, барлығында да жеңіске жетті. Конкуренция была серьезная, сильная, потому что бәсекелестер мықты болды. Дайындықтарының жақсы болғаны бірден байқалды. Әрине жарысқа келген әр спортшы жеңіске жетсем деген үмітпен келеді. Менің де алға қойған мақсатым бірінші орын алу еді. Қарсыластарым осал болмады. Олар индонезиялық, украиналық және жапон елдің спортшылары еді. Мен қалайда финалда жапондық спортшыны жеңіп, қазақ каратэшілерінің де мықты екендігін дәлелдегім келді. Сол мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Спортшыны павлодарлық белді жаттықтырушылардың бірі Арман Исатаев баптап шығарған болатын. Бірнеше ай дайындалып, шыныққан шәкіртім үмітімді ақтады дейді бапкер. Бұл дайындық үш этапқа бөлінді. Бірінші этап бұл бірінші физический подготовка болды оның алдында, соның технический, соның кейін боевой подготовка. Бұл үлкен мерекеге біз көптен бері өзімізге алдымызға мақсат қойып, Стас жеңіп келді. Бұның алдында Станислав отбор өтті. Бұл отбор өте мықты, жақсы балалармен қатысты, басқа қалалармен, басқа Ресей қаласында, Евразия кубогында Станислав жеңіп өтті. Сол үшін ол мықты чемпионатқа өтіп отыр сборная команда. Айта кетейік, Джакарта қаласында өткен біріншілікте Қазақстан атынан 25 спортшы өнер көрсеткен болатын. Осылайша әлемнің 25 елінен 150-ге жуық спортшы жиналған жарыста Қазақстан 4 алтын, 3 күміс пен 3 қола медальге ие болып, Жапония, Канада, Ресей спортшыларын артқа тастап, жалпы командалық есепте жүлделі бірінші орынға ие болды. Назерке Қанағат, Юрий Белевский, Ертіс Информ. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар реті осы. Хабарымызды сондай-ақ Павлодар tv.kz сайтынан көре аласыздар. Сіздермен болған мен Назерке Қанағат, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.